Сәлем сырласым арнасының тыңдармандары. Әңгімені соңына дейін тыңдап, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Құтырған қатындар хикаясы, малайдың басынан кешкендері, болған оқиға. Мен малаймын, иә, малаймын. Малайлар сіздерде де Алматыда бар ма? Әлде малай мен ғана ма? Құжаттағы атымды ұмытқалы қашан? 10 жасымнан бері естігенім осы ат. Содан ба, құлағым үйреніп қалыпты. Хозяйкамның подружкалары атын кім деп сұраса, атым малай деймін. Еріккен қатындар қарқылдап күліп мәз болады. Жасым 25-те, бойым ұзын, жетім өстім. Әке-шешемнің кім екенін бұл дүниеде бар жоғынан хабарсызбын. Әйтеуір жетімханада жүргенімде соңымнан ешкім іздеп келген емес. Мына дүниеде жалғыз, ешкімге керегі жоқ жанмын. 10 жасымнан жетімханадағы тәрбиеші апайлардың үйінде су тасып, отынын жарып, мал жайғап, қолбала қызметін атқардым. Жетімханада кілең әйелдер істейтін, тек бастығы ғана ер адам еді. Содан ба, әйелдерге жақын өстім. Бәрінен де мектеп бітіріп, армияға барғанда қиын болды. Жетімханада үнемі қыздың жұмысын істеп дағдыланып қалғам ғой. Солдаттар қыз-теке деп мазақ қылатын. 2 жылым солардың кірін жуып, етігін тазалаумен өтті ғой. Мен құрдай жорғалаған сайын басынып, тепкінің астына алатын. Армиядан аман-есен келгеніме қуанам. Мен армиядан келісімен бұрынғы тәрбиеші апайым бір үйден малайлық жұмыс тауып берді. Бірақ ол жерге шыдамадым. Әйелі жайлы болғанымен, күйеуі бір жынды екен. Мені қатыны ұқсап, 2 күннің бірінде сабайтын. Өзім армияда соққыдан зәрезап боп едім. Мынаның тоқпағына ұзақ шыдамадым. Одан қашып, басқа біреулерге жалданып ем, оның да күйеуі әйелін менен қызғанып, бір күні көгала торғайдай қып сабағаннан кейін, енді күйеуі бар қатындарға жоламаспын, деп автобазаға аула сыпырушы болып орналастым. Сонда жүргенде осы хозяйкамды кездестірдім. Автобазада бухгалтер боп істейді екен. Жасы 45-терге келген. Сыры кетсе де сыны кетпеген, бойдағы әйел екен. Жасы 20-ларға келген бойжеткен қызы екеуі тұратын көрінеді. Маған бірден көзі түсіп, біреулерден менің бұрын малай болып істегенімді естіген-ау деймін. Маған сендей жігіт керек еді, деп жабысып, үйіне әкеп малай қылды. Өзімде кет әрі болғаным жоқ. Хан сарайындай кең үйде, былқылдаған бойда қатынның малайы болудан кім қашсын? Аула сыпырушысы боп жүргенімде жатақханада тұрдым. Аядай бөлме, ішінде дым жоқ. Астымда бір төсеніш, үстімде бір жұлба көрпе, жерде бүк түсіп жататынмын. Тапқан табысым тамағыма әзер жететін. Ал мына хозяйканың үйінде еш мін жоқ. 4 бөлмелі жиһазға толы пәтер, тоңазытқышты ашсаң, не бір тамақ толып тұр. Бастапқы кезде жақсы жұмыс тапқаныма қуанып, қуанышым қойныма симай жүрді. Хозяйкам өзіме жеке бір бөлме берді. Үйге кісі келгенде үстіңе қарайды ғой деп мені түгел киіндірді. Өзімді өзім танымай қалдым. Киінсем, әп-әдемі ақ жігіт екенмін. Хозяйкам жұмыс кестемді бірден белгілеп берді. Таңғы сағат 6-да тұрам. Жуынып шайынғаннан кейін дереу хозяйкама таңғы асын дайындап берем. Сағат 7-ден кете ол үйден шығады. Хозяйкам кетісімен үй жинаймын. Сағат 10-дарда хозяйкамның қызы оянады. Оны тамақтандырам. Сосын ол сабағына кетеді. Ыдысты жиып тастағаннан кейін кір жуам. Хозяйкам да, қызы да іш киімдерін, шөлки колготкаларын қысы-жазы күніне 2 рет ауыстырады. Хозяйкамның жып-жылтыр тұмсығы үшкір туфлие, бәтеңкелері көп ақ. Соларды тазалаймын. 12-ден бастап түскі асқа қам жасаймын. Бірден аса хозяйкам келеді. Оған тамақ берем. 2-де қыз келеді оқудан. Ол тамағын ішеді. Бәр кеткесін ыдыс жуып, ас үйді реттеймін. 2 арада тағы кір жуам. Түскі асқа келгенде хозяйкам іш киімін, шөлки колготкені ауыстырып кетеді. Одан кейін кешкі асты дайындаймын. Кешкі астан кейін ыдыстарды жуып, сүртіп, ас үйді де сыпырып жуып аламын. Шынымды айтсам, алғашқы күні қатты шаршадым, бірақ үндемедім.
бір апта өткеннен кейін хозяйкама шаршадым, кірді күніне 2 рет емес 1 рет қана, аяқ киімді күніне 2-3 рет емес 1 рет тазаласа қалай болады деп едім, бәлеге қалдым. Ашулансам мінезі жаман-ақ екен бәленің. Алып соғып үстіме мініп алып сабағаны башпайын аузыма тықтыма, долы қатын үстімнен түспей қойғаннан кейін, апатай құлың болайын, табаныңды жалайын, сабамашы, үстімнен түсші деп жалынып ем, дереу үстімнен атып тұрды да диванға жалшиып жата кетіп, ал жала деді. Аяғын жалап ем, балқып, көзін жұмып, тоқтама, жалай бер деді. Тізесіне дейін барып ем, көйлегін түріп, санына дейін жалатқызды. Бір уақытта көйлегін шешіп жатыр, шошып кеттім. Іш киімін шешіп, сүй деп ымдады. Жүрегім айныса да басқа амал жоқ. Ана жерін сүйдім. Хозяйкам 2 көзін тас жұмып ап ыңқылдап жатыр. Осыдан кейін мені сабау, башпайын аузыма тығу, табанынан бастап тәнін жалату хозяйкамның күнделікті әдетіне айналды. Жұмыстан ашуланып келсе, өшін менен алады. Себепсізден себепсіз сабайды, үстіме мініп алады. Аяғыңды жалайын десем қояды. Өткенде сөйтіп жалатып жатқан ана жерін сүймей қойып едім, тепкілеп ұрып сабады. Содан сүйетін болдым қарсылықсыз. Қазір үйрендім, жүрегім айнымайды. Хозяйкамның ыңқылдап есі кетеді. Өзіме де соңғы кезде ұнап жүр, қосып кетем. Бірақ хозяйкам мені үстіне шығармайды. Бұтын түгел шүйгізеді де, сосын теуіп жібереді. Хозяйкамның подружкалары көп, өздері жиі жиналады, аптасына 2 рет. Оларды күтіп қызмет қылғаным өз алдына, олар тамақтаны тойып алғаннан кейін көңілдерін көтеруім керек. Мені ортаға шығарып, тыр жалаңаш шешін дейді. Мен шешінем. Сосын хозяйкам өз-өзіңді качать ет дейді. Бұл бұйрық берісімен жыныс мүшемді уқалап қоздырам. Меніңкінің тік тұрғанын көріп, олар қарқ боп күледі. Сосын тағы бұйрық береді. Енді қайтадан баста дейді. Ана жерім тұрмай қойса, аяқтарымен уқалап тұрғызады. Ары қарай өзім істеймін. Сөйтіп 4-5 рет әлекке салады. Бірақ өзіме солай істеген ұнайды. Тек көп істете берсе шаршап кетем. Егер подружкаларының көзінше хозяйкамның айтқанын істемей қойсам, көздерінше сабайды. Аяғын аузыма тығады. Онымен қоймай, подружкаларының да аяғын жалатады. Шешесіне малайдың қызығын тамашалайық деп, осының бәрін істететін қызы. Жасы 20-да ғана, білмейтін бәлесі жоқ. Не жетпейтінін қайдам. Шетелдіктер тоқтайтын қонақ үйлерді жағалағыш. Түнгі 11-12-лерде кетіп, үйге таң ата оралады. Хозяйкамның подружкалары ішінде күйеуі бары, бойдағы бәрі бар, маған қызығады. Хозяйкама маған сат, маған бер деп талай жалынып жүр. Ол бермей жүр. Бұл қорлыққа шыдап жүргенше қайтып кетейін десем, бара жер басар тауым жоқ. Өзім де әбден жылы жерге, жақсы тамаққа үйреніп қаппын. Оның үстіне хозяйкам мен қызы өздері жұмысқа, оқуға кеткенде мені сыртымнан кілтеп кетеді. Хозяйкамның қызы сабақтан келген соң ғана нан алуға сыртқа шығам. Егер сіздер кел десеңіздер, нан алуға шыққанда қашып кетерем. Хозяйкамның кешкі қорлығы жаман, ұратыны, башпайын аузыма тығатыны, асын жалатып качать еткізетіні, әйтпесе шаршасам да күніне 2 рет іш киім, шөлкейін жуып, тамағын істеп, еденін жуып жүре берер едім.